Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біздерге жылқыға дәрі береміз, құртқа түсіретін дәріні. Әзірге құрт ұстап тұрып мына жерде. Қалған жылқар су ішінде отыр. Барлығын дәрі. Қана жылқыларды ұстап тұрамыз, олар су ішіп болғасын. Осыларға сонdan дәрі береміз. Бізбен бірге болыңыздар. Мұз өрік мой. Ал ішіп отыр. 900 грамм, 950 граммда кетті. 47 басқа. Неш дәрі? Мұндай дәрі. Күт түсіруге арналған. 47 басқа. 900. Ақылды жылқар. Бұлар айдап тұса өтірік. Жылқар мен жағынан су ішіп. Тұдық. Бұлар жайып шығып барады жүр. Ұстап тұрып мына жерде. Мыналардың барлығы ішіп болсын. Бар жібереміз сосын. Дәрі салып суға. Құрметті көрермендер, жылқар ұстап тұрық уже. Мұнда жылқар азайқасын уже мұнда суға шықсайып та шөлеп тұрған. Тұрмай адыр. Жоқ жылқы. Мойны тепесі бар. Сол бастайды бұл жерде. Қанды күтіп тұр. Heydir. Қасындағы Тихон деген жиенім ақ жиен. Кезінде Павлон жаңғаланды кестер болған. Қазір брат тана дайындап қояды. Дәріні. Қарақат деген жос жылқы. Ойына GPS бар, бастайтын сол жерде. Боянба, боянда көкпарға барады да. Дайындалып жатыр анышты. Тихон, жиен. Дайын түрік. Жылқар дайын түрік. Суға шығады. Желтоқсанның 12-сі. Тұры жаңғалада қар жоқ әлі. Орай қар olmaydı. Bir жотты еріп кетті. Бастады. Al gitti şapka. Al gitti.
Allah nör ayağım aklımda verin çok gördük mü? Değerli olsun. Şöyle karakat masası gibi. Ne kadarmış? Can çıkmaklar orada. Ne der? Karadım ben Ege. Қазір алдында берген жылқардың боқтарын қарап құрттарын көрсететін боламыз. Ал міне үлкен құрт. Түскен. Қызыл құрт та бар сияқты. Қызыл құрт та бар екен. Қызыл құрт түседі ғой. Кешегі жылқардың көң қара. Осы құрт себеппейді екен. Осы свежий шығып кетті. Тағы да құрт кеше шыққан екен. Қатып қойған міне. Қатып қойған. Кеше алдындағы бергендер 2 күн 3 күннен кейін түсіп тұр ғой. Тағы да құрт. Қойды. Алдында вообще үш үйірге бергендікі тапа түсетін болар. Құрт алмайды. Не ғана? Міне. Ақ құрт мынау дейді. Бана жинадық бір талай. Қатып қалған мүмкін аяз. Бұл құрт түспейді. Жылқыдан шамалы. Қызыл құрттар да бар бұл жалпы. Міне бір қызыл құрт бар екен. Міне уже дәрін ішіп болды. Алабаса 3 күнде 2 күнде құрттар түсетін болады. Каналға тіркеліп қолдап қойыңыздар ағайын.